бері ортаға шықпадыңыз. Үміткер келмеді, қанша уақыт болды? 1,5 ай болды. 1,5 ай болды. 2 айға жақындап қалды, уже тайып қалды. Бір жағынан сол күткеніңізді дұрыс шығар, сол бір ер азамат келген шығар. Жүрегім қатты ауырды. Жүрегіңіз қойыңыз енді. Иә, кәдімгідей соғып кетті. Шақырайық, иә? Аиданың үміткері, келіңіз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Саламатсыз балауса ханым. Есіміңіз? Есімім Жандос. Ақтөбе қаласынан келіп отырмын. Ағаларыма ассалаумағалейкум. Жасым 19-да. Аида ханым таңдап келіп отырмын. Неге таңдадыңыз, соны айтыңызшы. Себептерін айтсаңыз, қандай Қылығы, ұнады? харизмасы, сөйлеген сөзі, нығы өте қатты ұнады. Ал Аида, себепті. сұрақтарыңыз? Жандос деді ма есімін? Жандос, қош келдіңіз. Біріншіден мені таңдап келгеніңізге көп рахмет. Алғысым шексіз. Енді 1,5 айдан кейін осылай батылдық танытып келгеніңізге көп рахмет. Жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. Жарайды. Не болды? Қоя беріңіз. Бір жағынан андай болып тұрды. Ақтөбе дегеніне сәл-пәл қуанып тұрғаным бар. Себебі маған андай Ақтаудың келіндері болады ғой, сол батыс жақтың келіндері киініп жүреді қандай күшті нелермен, камзолдарымен. Маған сол ұнайды да. Мен бір сол Ақтаудың или бір Ақтөбенің бір жігітіне тұрмысқа шықсам, мен де дәл солай киініп жүргім келеді деген бір арман бар. Өзіңізбен бірге алып барсаңыз болады. Иә, ол болады, ол да болады ғой. Иә. Отбасыңызда қаншаусыздар? Отбасы жайлы айта кетсеңіз. Отбасы жағында анам, және де үйде 3 бауырымыз, ағам бар, інім бар. Жұмыс жасайсыз ба, әлде оқисыз ба әлі күнге дейін? Қазіргі таңда Алматы қаласына көшіп келдім. Оқуым Ақтөбеде. Алматы қаласында футболында бапкер жұмыс істеймін. Балаларды дайындаймын. Оқу мамандығын бітірдіңіз? Оқу мамандығын бітірген жоқпын, әлі оқып жатырмын. Технический специалисті. Ол яғни осылай видео, басқа сондай арқылы ғой. Түсінікті. Және Аида, жаңа сіздің жасыңыз нешеде еді? 23-те. 23-те. 19-да, 4 жас. Сіз биыл 20-ға келесіз ба? Әлде 19-ға енді толдыңыз ба? Толдым 19-ға. Енді толдыңыз. Яғни таза 4 жас, ол сізге енді қаншалықты кедергі болуы мүмкін? Қатты бір кедергі деп айтамаймын. Бірақ мен 19-да деп айта алмас едім, Жандосты. Жандос кедергі емес. Сөзіне мығым, сондай бір жігіт келіп тұрған сияқты, өзінің ісін жақсы білетін дегендей. Қоя берсем, қобалжырақтар. Ал саған. Иә. Өзім бастайыншы. Ассалаумағалейкум, Жандос бауырым. Негізі 1-2 поляда көріскен сияқтымыз, иә. Красавчик, негізі білесіз, білмейсіз бе, более қыздар жағына таңдаған кезде характерный қыздар таңдайды. Өйткені көбісі футболда жүрген кезде андай болады ғой, бәрі бір доптың артынан 22 адам жүгіргенде ойлайды ғой. Бірақ та сол жақта барлық эмоция жатады, бәрін шығара алады, уақытында тоқтай алады. Бірақ та енді Жандос таңдап келгеніне өте қуаныштымын, себебі бұл қыздың характері енді біраз жерде жатыр. Но сені көндіре алады деп ойлаймын, сені өткені поляда көргем. Жалпы Аиданың жаңағы характерінен бөлек қандай бір қырларын, қандай бір қылығын бақылап, не істеп келдің, таңдап келдің? Жалпы Аиданың тиктокта былай айтады ғой, қыз қылығымен тәнті етеді. Қалаға өте қатты ұнады. Сол себепті таңдадым. Ақтөбеден біраз болды көшіп кеткеніңе? 2 ай болды. 2 ай болды. Негізі, иә. Сен қай жақтікі екен, Аида? Талғардікі. Болды ғой ол Ақтөбеге бару деген бір ата-анамен тұрады деген ойдамын енді. Ата-анамен тұрады деген ойдамын. Енді жалпы андай Ақтөбеге барып демес, енді егер жақсы болып кетіп жатса барлығы енді осы Алматы қаласында, Алматы облысында. Негізі сіздерде болғанда енді сіздің отбасында деп тұрғаным ғой. Жалпы негізі біз Ақтөбеде ең кішісі алады анасының қолына. Бірақ анасы енді қай баласының қолында тұрғысы келеді, өзі біледі. Сіздің отбасыда солай, иә? Мен қарсымын. Аида, сізден... Менде онда қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Зарина? Ханым, енді мен білмеймін, Алишер мен Аягөзден кейін ба, андай бір күшті болашақ көріп тұрған сияқтымда. Мына екі кісі екеуі бір-бірін кәдімгідей бір толықтыратын сияқты. Және жігітті байқаймын да, жасы 19-да болса да, андай бір үндемей өзімен өзі бірақ күшті жұмыстар бітіріп жүретін жігіттер болады ғой. Сондай сияқты қылып көріп тұрмын да. Мен мынандай жұмыстарым бар, ананы үйтуім керек деп сөзбен қатыратын емес, іспен дәлелдейтін жігіт екенін көрініп тұр. Аидаға да талғамда сондай жігіттер ұнайды, білуімше. Кәдімгідей екеуі бір-бірін толықтыратын сияқты, енді бір жақсы жұп болатын сияқты. Жас айырмашылығы сезіліп қалмай ма дегендей. Бұрын соңды арақатынас болып педі өзіңізден үлкен қыздармен? Бұрын соңғы болды арақатынас. Ол да Аиданың құрдасы болды. 1 жыл бұрын аяқталған қарақатынас.
Неге Жалпы- жараспай қалды әңгімелерің? неге жараспай қалды дегенде мінезіміз келген жоқ, тағы да басқа. Сосын бізде Ақтөбеде ең қатты қарайтын ру, біздің руымыз бірдей болып қалды. Мен руым кіші жүз, төрт қараның ішінде бақшақ. Сізде? Мен албанмын. Албансыз. Негізі Айда өте красавчик келіп тұр саған. Егер де барлығы жақсы болып кетіп жатса, бір өтініш бар Балауса ханым. Біздер негізі Жандос осы редакциямен футбол ойнайтынымыз бар. Енді біз Айда қарындасымыз, егер де барлығы жақсы болып кетіп жатса, Айда футбол ойнауға жібересің бе? Иә да. Негізі просто- сіздер қатысушылар, редакторлар болып бөлінетін едіңіздер, үміткерлер де қосылады. Үміткерлер енді біздің қарындасымыз ғой, енді қатысушы ғой. А, сіздер жеңіліп жатсыздар өздеріңіз. Иә, просто алдында Мадина болмады да, ойнамаса да Енді ол болашақ келін ғой. Ал болашақ күйеу бала ғой. Болашақ күйеу бала ғой. күйеу бала. Енді бірақ Балауса бәрібір де енді Мадина ойнаған жоқ, жай ғана қолдау көрсетіп отырды. Қолдаудың өзі чостойды. Оның бір команда ол. Онда Жандос барып сіздерді қолдайтын шығар. Өзі қарасын. Жақсы. Ринат? Жандос, ассалаумағалейкум. Қош келдің. Негізі төрт қараның балдары негізі андай өздері уверен балдар ғой. Өз дос балдарымда көбісі төрт қараның балдары. Енді жаңа айтып жатыр ғой, мысалға, ұруға көп қарайды деп Балауса ханым. Біз жақта андай енді жетата дегенге ғой, көп қарайтыны. Егер жетатадан аспаса балдар, Жоқ, барлық жалпы қазақ жетатаға қарайды. Бірден тіпті бірнеше ата сәйкес келіп қалған шығар, содан кейін шығар. соны айтып отқаны ғой. Қош келдің. Негізі таңдап отқан қызың, таңдауың өте орынды. Неден, бақытты болыңдар. Енді алдым басқа. Қуанып отыр мен Балауса. Қос айтып кеткен ше бақытты. Қуанып отырмын андай ше. Жаңағыда Зарина айтып отыр, может жаңа Әлішермен неден естегеннен кейін ба. Соны айтып, Қуанышымыз мықты бізге болды. айтпаған тосып қайтып кеткенбіз. Жоқ, негізі жаңа Жандоспен мен сыртта танысып қалдым Балауса ханым. Негізі өте ақкөңіл, ашық жарқын, в общем, жақсы бала екен негізінде, жаңа сыртта сөйлесіп қалғанымыз бар. Негізі Айда сен жасқа қарайтын едің, иә? Қателеспесем. Иә, Кетсең енді 19-да сен қаншадасың? 23-темін. Сол жағын енді қалай негізі? Ойың өзгерді ма, талаптарың өзгерді ма деген сияқты ғой енді. Өзгертем деп шештім. Талаптарымды өзгертем деп шештім. Жасы кіші болса да енді білмеймін, осында отыр ғой енді көп жігіттер жастары кішкентай болса да, бірақ істері басқаша деген сияқты. Алатында бәрібір өзгермейді ондай нәрсе деген сияқты. Бірақ тем более кіші жүздің адамдары маған жақын болып келеді, себебі менің мамам кіші жүз әлімді, олардың туысқандарын да солай төрт қара там сондай бөліне береді да. Кіші жүздің адамдармен негізі менің тіл табысуым өте оңай. Негізі Балауса ағамшы, негізі соңғы ара қатынасының бәрі тек 30+ болып келатты да бұл кісінің. Бірден 19-ға түсті да, мысалы, жап жаңа, жылы жаңа жігіт келіп отыр ғой, мысалға. Ау? Пробег жоқ. Пробегі айналып кеткен шығар, білмейміз ғой. Жүгіреді ғой бұл кісі, қатты айналуы мүмкін да пробегі. Футболист қой деп алдым да. Қош келдіңіз. Енді нандай ғой, негізі Айданың талаптары жаңа өзгеріп жатыр ғой, енді бұл айынан. Жас болса да бола береді деген сияқты, енді алдыңғы ара қатынастарына байланысты шығар мүмкін. Енді сіздің мысалы жасы үлкен қызбен соңғы рет ара қатынасыңыз болды ма, қашан болды жаңағындай? Қатынас болды. Нұржан айтты ғой Бір жыл жаңа. бұрын аяқталды. Бәрекелді. Ешқандай зияны жоқ. Енді тағы да тура сол сияқты болып қалуы мүмкін деп ойламайсыз ба? Жасы үлкен Сөзіңізді жоқ, бөлейін, ойламаймын. бұл сұрақ